Қайырлы күн баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай керемет ассорти долма тағам рецептімен бөлісемін. Бұның ішінде барлығы бар. Капустадан долма, жүзім пәрігінен долма және де голубцы болгарскийден. Онда бастадық. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Үлкендеу немесе бір кішілеу капустамызды осылай алдардың 5 минуттан пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суға салып, жапырақтары бізде жұмсау керек, алыну оңайлау болып, және де 10 шақты осындай болгарскийімізді тазалап аламыз. 6 штук картошка, 1 штук сәбіз немесе 2 штук сәбіз және де 1 штук пияз керек болады. Суын құйғанға сорпасына енді бізде бұл сатып алынған ненің жапырағы, жүзімнің жапырағы тұздалған баклажкаға салынған. Соның барлығын ажыратып сап аламыз. Bir 50-60 шақтысыны. Және де үстінен қайнаған ыстық су құямыз. Ол бізде тұзыны, жаңағы жапырақтың әші дәмін несін алады. Кішкене 5-10 минутқа осылай ыстық қайнаған суға сап аласыздар. Жаңағы дайын болған капустамызды бетіндегі жапырақтарын біртіндеп ала бастаймыз. Қатты осындай өзек жерлерін кесіп алып тастайсыздар. Менде бұл жерде үлкендеу капуста, сіздер кішілеу капустадан қолдансаңыздар, жапырақтарыңыз кішілеу болады және де жұқалау болады. Үлкендеу болғандықтан мен қазір бұны екіге бөліп, бір жапырағынан 2 голубцы шығарамын долманы. Енді бізге ішіндегі начинкасына 4 штук пиязымызды блендерден шығарып аламыз. 650 грамм паршымызды және де 2 штук помидорымызды блендерден езіп шығарып аламыз. Зелень саламыз. Күріш саламыз. 1,5 кесе күріш, 2 кесе салсаңыздар да болады. Және де ішіне кішкене 30 граммдай сары май, дәмдеріңізге қарай тұз салып, ішіндегі начинкамызды, яғни фаршымызды жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Ішіне қызыл қара бұрыш салсаңыздар болады. Мен үйде кішкентай балдарым болғандықтан әші қылмадым. Енді бізде жаңағы ішінен начинкамызды салып, бір жапырақты екіге бөліп, осындай орап аламыз. Тығыз етіп ораңыздар. Жүзім жапырағы несе осындай қатты жерлерін артқы жағына аударып істейсіздер. Сол кезде піскен кезінде жұмсақ болып шығады. Және де кішкентай таяғын жұлып алып тастайсыздар. Онда осылай болған жүзім жапырағына азғын тайлау саласыздар. Ішіне фаршыны неге десеңіздер, іші жарылып кетеді немесе өзінің формасына қарай, жапырақтың үлкендігіне қарай салсаңыздар болады. Тығыздау етіп орай беріңіздер. Ашылып кетпесін пісіп жатқан кезінде. Болгарскийларымызға да шілей қатты толтырып салмаймыз. Ішінде бұл әлі күріші, еті ісініп піседі, суды өзіне тартып. Сондықтан қатты толтырмайсыздар. Міне осылай басып қойыңыздар. Ішіне барлығын осылай ішіне салып, начинкамызды салып дайындап аламыз. Барлығын салып алдық. Енді сорпасының суын құямыз. Жаңағы 6 штук картошкамызды және де 1 штук сәбіз немесе 2 штук сәбізімізді осылай ирек-ирек етіп, үлкендеу етіп турап қуырып аламыз. 2 ас қасық томатқа, 1 ожау шөміш майға жаңағы қуырып аласыздар. 2 литрдей су құясыздар. Кішкене бетінің қақпағын қайнағанға дейін кішкене жауып қоясыздар. 2 литр судың өзі жетеді. Бізде осының өзінде сорпасымен мол болып, әдемі болып шығады. Су аз болса да ішінде күріш, еттеріңіз піспей қалады. Енді қайнайын деп жатқан кезінде крышкасын ашып, жаңағы дайын болған бірінші болгарскийден жасалған голубцыларымызды салып аламыз. Оның пісуі қиындау, сондықтан ең астына болгарскийден жасалынған голубцыларды теріп аласыздар. Одан кейін барып, бетіне капустадан істелінген долмамызды теріп аламыз. Бұны да голубцы деп айтсақ болады. Кейбір жерлерде долма деп аталады. Үстіне капустадан жасалынғандарын теріп аламыз. Ең бетіне жаңағы жүзім жапырағыдан жасап алған долмаларымызды саламыз. Оның пісі өте оңай, сондықтан ең төбесіне салсаңыздар да болады. Жаңағы 2 литр судың өзі сорпасымен жетеді. Үлкендеу қазанға істесеңіздер, барлығы сиятында етіп немесе кастрюльге осындай барлығы бір ыдыста сорпасына дәмі шығып, піскені дұрыс. Бөлек-бөлек істемеңіздер. Енді бетін жауып, қайнап шыққаннан кейін 40 минуттай астын жай етіп пісіріп аламыз. Бетіне зелень сеусеңіздер болады, немесе сеппесеңіздер де болады. Бетін жауып, астын жай етіп, қайнап шыққаннан кейін 40 минуттай пісіріп аламыз. Мына біздің тамағымыз пісіп шықты. Қараңыздар, ассорти долма өте керемет, иісі деген өте күшті болып шығады. Астауға немесе үлкен дегенге барлығын осылай әдемілеп тізіп
теріп үстіне пияз немесе осындай зелень сеуіп сәнесеңіздер болады. Қонақ күткен кезде, туылған күндерде осылай жасасаңыздар дастарханыңыздың көркін, сәнін ашатын тамақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге қазір іші қалай болып піскенін көрсетемін. Өте жұмсақ, әрі нәзік, дәмді болып шыққан. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар, гаупсидің ішіндегі фарштары да, жүзім жапырағына оралған долмамыз да, капустаға оралған долмамыз да өте керемет жұмсақ болып шыққан, және де дәмді. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Зұлхымар.